Мұрат мырза, қазақ елінде сізді ақпарат құралдарына, әсіресе интернет қауымдастыққа ең жақын депутат ретінде таниды. Бұл сіздің енді беделіңіз. Жаңа технологияға жақын жүріңіз. Енді осы баспасөз клубына көптеген танымал азаматтар, қоғам қайраткерлері, депутаттары күн сайын келіп отырады. Бірақ артыңызға қараңызшы. Осы біздің ел таңбамыздың астында ана жазуды көріп тұрсыз ғой. Осы жазудың астына біздің тұлғалы азаматтарымызды отырғызу, бұл идеологиялық диверсия емес пе? Біздің патриоттық жаңағы сезімімізді тежеу емес пе? Осыны дүние жүзіне таратып жатамыз күн сайын. Дүние жүзі көреді ғой. Мына сөздің астында отырған тұлғалы азаматтардың бәрі мәдениетсіз деген ұғым қалыптаспай ма? Өз елінде, өз әрпінде жаза алмаған тұлғалы азаматтарды қалай оның сөзін қабылдайды? Осыған бір ауыз айтып жіберсеңіз. Бүгін жаңағы семинар кезінде осы мәселені көтерсеңіз. Себебі мен өзім және біздің қоғамдық ұйым осы баспасөз клубының басшыларына бірнеше мәрте айттық, мына жазуды өзгертіңіздер деп. Әлі 3 жыл болды өзгертпей келе жатыр. Бұның астында бір сыр бар ма? Беймәлім күштер осының астына өздерің сияқты азаматтарды отырғызып қойып, әлемге қаралау деп ойлаймын мен өзім. Қалай қарайсыз? Енді бірінші бұл мемлекеттік емес, әрине. Мемлекеттік болатын болса, біз барлық талаптармен жасауды күн тәртібіне қояр едік. Бұл енді қоғамдық ұйым жеке шаруа болғаннан кейін тек қана ұсыныс айтуға мүмкіншілігіміз бар, бірақ мен сізбен толық келісемін, қазақ тілінде жазу керек. Сонда қоғамдық ұйымдарға бір бөлек заң, мемлекеттік ұйымдарға бөлек заң бар бізде? Бізде қоғамдық ұйымдарға мемлекет тексеріп, талап қойып, міндетті түрде былай жасайсың деп айтуға, бүгін дәл осы жазуға мысалы мемлекет тарапынан шектеу қойып, келіп тексеріп, ақы толтырып, заңмен мәжбүрлеу заңды нормалар жоқ. Мысалы, сіз де азаматсыз, сіз осы мәселені көтеріп отырсыз. Ондай болатын болса, мен мысалы камерада сізге айтайын. Сіз азамат ретінде, онда прокуратураға егер заң бұзылды деп есептейтін болсаңыздар, маған арыз жазып беріңіз мысалы. Біз сосын ары қарай соны заңы тексертуге жіберейік. Бірақ сіз азаматсыз бұны көтеріп отырсыз. Егер сіз заң бұзылды деп есептейтін болсаңыз, мен мысалы білетін заңдардың ішінде жеке компанияларда ішінде жарнамаларында сыртта тұратындарда міндетті түрде қазақша жазылу керек. Іштегі жағдайына мемлекет араласа алмайды. Бұл жерде құқық қорғау органдар, бұның басшылары да, осы жерде жүрген азаматтар да Қазақстанның азаматы ғой. Азамат болғанда әлемге танымал, жаңағы бүкіл адамдар жиып осы әңгіме өткізетін азаматтар. Бірақ солардың деңгейін осының өзі көрсетіп тұрмай ма? Бұл деңгейі, ұлттық көзқарасы, патриоттық сезімі, бұл барлығы заңға жазатын нәрсе емес, бұл заңда жоқ. Бірақ сіз айтқандай азамат ретінде, Қазақстан жаңағы өз ел мемлекетін сүйетін азамат ретінде кез келген адам әрине бұның астына қазақ тілінде жазу керек. Бұны біз үлгі, мысал ретінде, сіз депутат ретінде осыны көтерсеңіз, тез шешіледі деген ой. Әйтпесе біз жаңа қоғамдық ұйым арқылы да өздеріне тікелей айтатын шешілмейді. Неге екенін белгісіз. Мен ойым былай енді, мен заңсыз нәрсе айтамаймын. Мынау алып тастау керек, міндетті түрде заң бойынша қазақ тілінде жазылу керек деген заң жоқ. Ғимараттың ішінде өздері французша жаза ма, орысша жаза ма, ағылшынша жаза ма, қазақша жаза ма, олар өздері шешетін нәрсе. Бірақ мен ойым, егер мемлекеттік көзқарастармен осы жердегі азаматтар келген журналистерге, келген қонақтарға өзін жақсы сезіну үшін бұл жердегі мемлекеттегі деңгейде мәселелер көтерілгеннен кейін бұл жерде қазақ тілінде жазылу керек. Бірақ жаңағы сіз айтқандай заңмен шектеп анаға жазу керек деген мен заңсыз нәрсе айтамаймын. Мені өйтіп заңсыз нәрсе айтуға мәжбүр етеміз. Бұл жерден сіз келісесіз ғой, мына ел таңбамен ана сөздің сәйкессіздігі. Мен келісемін сәйкессіздігі. Рахмет. Рауан мырза, сіз енді қазақ елінің патриот екеніңізде күмәніміз жоқ. Бірақ осы артыңызға қараңызшы. Не деп жазылып тұр? Бұл қай елдің пресс-клубы? Осыны 2-ші, 3-ші, 4-ші рет айтып жатырмыз. Мынау енді дүние жүзіне ақпарат таралып жатыр, мынау ұят. Осы ұлттық патриотизмге кері әсерін тигізеді деп ойлайсыз ба?
Сұрағыңыз әрине орынды. Егер білім қоғамдық қоры өзі баспасөз клубын ашып жатса, біз уже міндетті түрде қатысамыз. Сіздің енді осындай үлкен бастама көтеріп жатқан ретінде өштерге де ескертіп айтуыңызға болады ғой. Жай патриот, адам ретінде. Енді айтыңыз бүгін семинарда. Жақсы.